Ассалаумағалейкум жиналған қауым, келген қадамдарымызға нұр берсін. Енді апамыз аман болсын, өмір жасы ұзақ болсын, 100 жасасын дейміз. Енді Қобыланға арнаған өлеңім бар еді, оқып берсем. Бойдақта қалды қынжылма, қағда бітелі бір қызға. Құрметпен қара жанаға, қолына қонған нұр қызға. Күн өтті салқын желпінген, бұғауға түстін еркінмен. Сүйемін дедің жарына, қаймағым сол бір сертінен. Көңілдерін періштедей пәк болсын, бастарына қайтпайтындай бақ қонсын. Қиындықтар кедергілер кез болса, ата-баба өсиеттер жақ болсын. Тілеймін арайлы таң шапағатын, өмірде бақыт деп аталатын. Өмір деген махаббат емес пе еді, тілеймін қосақ оның махаббатын. Ағам жеңгем сапарал жол ұзақ, соғар бәлкім бетке боран аңызақ, соғар бәлкім бақыт желі мас етер, бір болыңдар дайын тілек жалғыз-ақ. Осыменен екі тілек ақ болсын, екі жүрек бір-біріне пәк болсын. Бүгінгі тойға келген қонақтар жаманаттан, жат-қылықтан сақ болсын. Осыменен сөзімді мен тияйын, барша тілек қабыл болсын. Әмин деп қояйын.